Баршаңызға сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай әрі дәмді, арасы толық пісетін, шаймен ішкенге керемет үйлесетін осындай дәмді пирог дайындаймыз. Арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыз. Керекті заттар: 3 жұмыртқа, сұйық май, айран, қант, ұн, сода, разрыхитель. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып, үстінен құмшекер сеуіп, миксердің жай жылдамынан бастап, жақсылап миксерлеп, ағарғанша көпіртіп аламыз. Пирогқа қосатын ингредиенттерді алдын ала бөлме температурасына шығарып қойған дұрыс болады. Одан кейін айран, сұйық майды құйып, миксермен тағы да 1 минут араластырамыз. Енді керек ұнымызды алдын ала таразыға өлшеп алып, осылай електің көмегімен 2-ге бөліп саламыз. Бірінші бөлігінен кейін сода мен разрыхительді бірге қосып алып, тағы да миксермен араластырамыз. Оның бәрін салып болған соң, миксердің көмегімен тағы да жақсылап араластырып, біркелкі масса жасаймыз. Осымен қамырымыз дайын. Осындай сұйықтықта болады. Енді бұны диаметр 26 сантиметрлік осындай форма қолдандым. Астына фольга төсеп, үстіне барлық тестамызды құйып шықтым. Бетіне әсемдік ретінде қатырылған малина бар еді. Соны кішкене бөліктерге бөліп, осылай үстіне сеуіп шықтым. Алдын ала қыздырылған пешке 180 градусқа 40-45 минутқа пісіріп алдым. Осылай қызарғанша әдемі болып шықты. Енді осыны табадан босатып, тарелкаға салып, үстіне сахарный пудра, яғни қант ұнтағын сеуіп, суыған соң кесіп, жей беруге болады. Өте дәмді, арасы толық піскен. Егер де видео ұнаса, лайк басып тіркеліп алыңыз, алда әдемі рецепттер шығады.